Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың сырсын сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үнісін сен домбыра. 1 шілдеде Қазақстан тұңғыш рет ұлттық домбыра күнін атап өтуде. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін осынау бір аспап, бір сәт тыңдаушының жүрегіне қуаныш ұялатып, дархан даланы еске салса, енді бір сәтте көзіңе жас үйірілетіп, көкірегіңе мұң ұялатып әуен шығара алады. Әлдилеген әнінен күмбірлеген күйіне дейін тұнып тұрған ұлттық сана сезім бояуы, сіңген өнер құдіреті, көне аспап домбыра. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеу қолданылған. Домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрына қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылады. Мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндайтын музыкалық аспаптардың бірі. Ендігі кезекте орталық балалар кітапханасының жас оқырмандарымыздың өнерін тамашалаңыздар. Thank you.